Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен бірге ауылдың жігіті Жәнібек. Бүгін сіздерге мұсат туралы шамалы түсіндіріп кетейін. Яғни мұсат дегеніміз пышақтың жүзін түзетуге арналған. Көбісі ойынша мұсат пышақты қайрайды деп ойлайды. Яғни көбісі мұсатты сатып алады да, сонымен пышақ қайрайды да, сөйтіп мұсатты бүлдіреді және пышақ жүнді қайра алмайды. Мұсаттың негізгі мақсаты, яғни пышақтың жүзін түзету. Пышақтың жүзін түзету дегеніміз не десек, мен сіздерге кішкене иллюстрация арқылы көрсетейін. Сіздерге яғни тақтаға сурет салу арқылы, иллюстрация арқылы пышақтың жүзінің қайту процесін көрсетейін және мұсаттың қызметін түсіндірейін. Бірінші пышақ саламын. Мынау біздің пышағымыз. Мынау пышақтың сабы. Мынау пышақтың жүзі. Яғни ғалымдар зерттеген екен, пышақтың жүзінің өткірлігі қалай қайтатыны туралы. Мен яғни жапондық ғалымдардың зерттеуін қарадым. Жапондық ғалымдар яғни пышақтың жүзінің өткірлігін микроскоппен қарау арқылы анықтаған екен. Осын түсіну үшін мен сіздерге пышақты қырымен көрсетейін. Яғни микроскоппен ұлғайтылған түрде. Мынау бізде пышақ болады. Мынау жүзі болады. Микроскоппен ұлғайтылған түрі. Түсінікті үшін тұстау сұрайын. Яғни пышақ кескен кезде, әр кескен сайын жүзі бүйтіп екіге айырылады екен. Жүзі бар ғой бүйтіп. Екіге айырылады екен. Гүл сияқты екіге айырылады екен. Сөйтіп бұның өткірлігі қайтады. Яғни қалай десеңіз, екінші суретпен түсіндірейін. Жүзі бүйтіп. Жүзі ақырындап екіге бөлінеді екен дейді. Яғни бұл микроскоппен қарағанда анықтағандары. Сөйтіп пышақтың жүзінің өткірлігі осылай қайтады екен. Бұл су жаңа пышақ дейміз. Су жаңа пышақ немесе қайралған өткір пышақ. Өткір пышақты қолданған сайын, кескен сайын бүйтіп жүзі екіге ажырайды екен. Енді бұл жерде мұсаттың қызметі қандай? Мұсат, біз айтқанымыздай, мұсат пышақты қайрамайды. Мұсат пышақты түзетеді, жүзін түзетеді дейді. Яғни мұсатты сосын ойлап тапқан екен, пышақтың жүзін түзету үшін. Пышақтың жүзін түзету деген не деген десек, не деп келсек, яғни жаңа пышақ қолданған әр кескен сайын осылай жүзі қайтып бастайды. Бұл жай көзге көрінбейді. Жай көзбен қараған кезде пышақ өткір, алмастай болып тұрады, бірақ микроскоп салған кезде осылай жүзі екіге айырылып жатады, гүл сияқты. Сол кезде біз мұсат қолданған кезде мұсат мына шетінен бір жонып шығады, жанып кетеді, мына шетінен бір жанамыз. Сол кезде жүзі қалпына келеді, пышақтың жүзі қалпына келеді. Сөйтіп мұсаттың бір белгілі бір уақыты болады қолданатын. Яғни пышақтың жүзін қалпына келтіріп тұрады, қай уақытқа дейін қалпына келтіреді деген кезде пышақтың өткірлігі, яғни жүзі әбден неткенше, мынандай жапырып кеткенше. Жүзі әбден кетіп қалады, өтпес болады. Жүзі осындай болған кезде мұсат тоқтайды. Мұсат бұл жерде ешқандай пайдасы жоқ, көмектесе алмайды. Бұл кезде қайтып пышақты қайраққа саламыз, қайтып жүзін шығарамыз, қайраймыз, ұштаймыз, жанамыз, содан барып қайтып қолданамыз. Сол әр қолданған сайын, яғни мұсат қолданамыз. Яғни егер де видеода ет тураушыларды көрсеңіз, ет кескен сайын кейде тілет қайтып сосын мұсатқа салады, қайтып тілет мұсатқа салып тұрады. Мұсатты осылай қолданған. Сол кезде пышақтың өткірлігі ұзаққа жетеді. Ал егер мұсат қолданбайтын болсақ, пышақтың жүзі тез қайтатын болады. Жалпы осы. Міне осымен мұсаттың қызметін түсіндіріп кеттік. Егер түсінікті болса, шамалы мұсат туралы айта кетейін. Мынау менде темір мұсат. Ақтөбеде базарда 1000 теңге ал, ең арзан мұсат. Тез қайтады екен, нашар. Мынау қалыңдау, мынаны 2000 теңге алдым. Бұл темір мұсат деп аталады. Тағы да түрісі бар, ол никель дейді, сырты никельмен қапталған болады. Тағы да бір түрісі бар, ең жақсысы ол алмаз мұсат дейді, сырты басқаша болады, ол металл қатты болады. Және де тағы да бір түрісі бар, керамикалық мұсат деп аталады. Енді мұсатты мағынасын түсінгеннен кейін көрсетіп кетейін. Тағы да мұсатпен қалай пышақтың жүзін түзетеміз. Мынау бізде 3 қошқар пышағы, 3 қошқардың суреті бар. Яғни ең дұрысы үйрену түсіну үшін мұсатты осылай тіке қоямыз, қатты. Пышақты аламыз, пышақ түбінен ұстап келіп, ақырындап етіп тапамыз, түсіріп жібереміз.
бір жағына 3 мәртеден артып келеміз. Сосын екінші жағын 1 2 3 осылай пышақтың жүзі түзетілетін болады. Ал ет кесетіндер былай істейді. Алма кезек ауыстырып. Бұл жерде де бірінші асықпай істеу керек, яғни үйрену үшін. Бірден күшке салып, мына пышақ тайып кетіп, қолдарыңызды кесіп кетуі мүмкін. Сондықтан көп мамандар былай әбден шебер болмайынша былай істеуді кеңес бермейді. Сондықтан ерінбей әуелі осылай істеп үйреніп алыңыздар. Осылай істеу арқылы пышақтың жүзін ұзаққа жеткізесіздер. Егер де осы видео ұнаған болса, видеоға лайк басайық, пікір қалдырайық, бөлісейік, және мен арнама жазылайық. Өйткені көп көрермендер жазылмаған екен. Видео көрушілердің 90% жазылмаған көрермендер екен. Сондықтан арнама жазылып қолдауларыңызды сұраймын. Қазақ тіліндегі қазақша блогты дамытайық, яғни дамуына үлес қосайық. Келіскенше сау саламатта бай қуатты болайық.